Соңғы уақытта министрлікке мүгедектігі бар адамдардың жеке көмекші қызметін көрсету тәртібіне қатысты азаматтардан көптеген сұрақтар келіп түсуде. Біз бұл сауалдарды мұқият қарап шығып, түсіндіруді қажет ететін бірнеше негізгі мәселені анықтадық. Ұсынылып отырған өзгерістер жеке көмекші қызметін жоймайды және мемлекеттік қолдау көлемін қысқартпайды. Керісінше, жоба қызмет алушылар мен көмекшілердің өздері арасында тәжірибеде туындаған құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге бағытталған. Бүгінде жеке көмекші қызметі азаматтық құқықтық шарт негізінде көрсетіледі. Алайда қолданыстағы тетік қызметтер көрсету және оны растау тәртібін әрдайым нақты реттей бермейді. Осыған байланысты жоба аясында бірыңғай үлгілік шарт енгізу ұсынылады. Бұл ортақ әрі түсінікті ережелердің қалыптастырып, даулы жағдайлардың санын азайтуға және тараптардың құқықтық қорғау қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ қызметтерді адамның нақты қажеттілігіне қарай көрсету тәсілі ұсынылады. Яғни қызмет қажеті нысандарға бару кезінде нақты сүйемелдеу өтініштері бойынша қызмет алушының уақыты мен қажеттілігі ескеріле отырып көрсетіледі. Бұл жүйені мүгедектігі бар адамдардың өздері үшін анағұрлым ыңғайлы әрі икемді етеді. Сонымен қатар, рұқсат етілген ең жоғары қызмет көлемінің үшін төлем мөлшері өзгеріссіз сақталады. Міндетті әлеуметтік аударымдар, зейнетақы жарналары және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары да бұрынғы тәртіппен жергілікті атқарушы органдардың қаражаты есебінен төлене береді. Алдағы уақытта жоба өтінім беру мен нақты көрсетілетін қызметтерді растау процесін цифрландыруды көздейді. Бұл қағазбастылықты азайтып, бюджет қаражатының жұмсалу ашықтығын арттыруға, негізсіз төлемдердің алдын алуға және азаматтардың қызметін алуға жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мүгедектігі бар адамдардың қозғалысын GPS арқылы бақылау енгізіледі деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейтін ерекше атап өткен жөн. Жобада мұндай тетіктер қарастырылмаған. Бақылау тек көрсетілген қызмет фактісі мен көлемін растауға қатысты болады және қызмет алушылар мен көмекшілердің жеке өміріне немесе еркін жүріп тұруына ешқандай араласуды көздемейді. Сондай-ақ жеке көмекші қызметі заңнамада бастапқыдан азаматтық құқықтық қатынастар шеңберінде көрсетілетін қызмет ретінде қарастырылғанын ескеру маңызды. Сондықтан мұндай қатынастарға еңбек заңнамасы емес, қызмет көрсету қатысты азаматтық заңнама нормалары қолданылады. Ұсынылып отырған өзгерістер құқықтық түсініксіздіктерді жоюға, қолданыстағы тетіктің оның бастапқы құқықтық табиғатына сәйкестігін және азаматтық заңнама талаптарына келтіруге бағытталған. Жобада қызмет көрсетудің бірыңғай әрі түсінікті ережелерін енгізіп, даулы жағдайларын азайтады, бюджет қаражатының жұмсау ашықтығын арттырады және қызмет алушылар мен жеке көмекшілердің мүдделері арасындағы теңгерімді қамтамасыз етеді.